Баршаңызға сәлем. Бүгін банкамен крышканы стерилизовать етеміз. Міне банкілер содамен жуылған, таза, жақсылап шайылған банкілер. Енді қазір микроволновкада стерилизовать етеміз. Суық 3 үлкен қасық құямын банкілерге, кішкентай банкілерге. Микроволновкаға салған кезде міндетті түрде банкілердің сырты сухой болу керек, кебу болу керек, су болмау керек. Сыртында болады ғой, жуасап салуға болмайды. Және ішінде кішкентай түбінде су болу керек міндетті түрде. Және 3 минут микроволновкада ысытасыздар. Жаңа банкыңыз ыстық болып шығады. Және екінші тәсіл, мен таза банкыны тағы да көрсетіп жатырмын, содамен жуылған. Қайнап тұрған парды 3 минут осылай стерилизовать етесіздер. 3 минут тұру керек судың үстінде. Банканың үстіндегі төбесін ұстаған кезде, сол кезде ыстық болып тұру керек бәрі жер банканың. Мен өзім 3 минут стерилизовать етем. Парды. Немесе микроволновкада 3 минут ысытамын. Негізі екеуінің айырмашылығы жоқ. Мына банканы стерилизовать еттім. Және банкілерді ферримен, жаңағы моющий средстволармен жуғаннан гөрі содамен жуған дұрыс. Себебі ферриді сен қанша шайғанымен банкілерді, мысалға, ол ішінде кішкене химикат қалып, содан жарылуы мүмкін банк. Және банкілерді дастархан үстіне ешқашан қоймаңыздар, стерилизовать етіп болғаннан кейін. Дастархандарыңыз жырт жібереді, осылай полотенце қойып, полотенценің үстіне аударып қойғандарыңыз дұрыс. Енді крышканы мен суық суға, немесе ыстық суға бәрібір саламында 3-4 минут қайнатамын. Жақсылап тұрып қайнау керек. Осылай стерилизовать етем.